Қалайсыңдар достар, сіздермен бірге мен мистер Баха и бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен қалай тез ұйықтап қалуға болады соны айтатын боламын. Ал енді экран алдына жайғасып отырып осы видеоға лайктарын басып, комментарийлерін жазып, және мына тұрған қара кнопканы басыңдар и қасындағы колокольчикті тың ете алып баспаңдар, сол кезде менің арнам тезірек дамитын болады. Ал енді видеоға кеттік. Ал біріншіден достар, біз жатар алдында ұйықтайтын кезде телефонды көп көруге болмайды, ол өте зиян. Ал келесіден біз төсегіміз мысалы ыңғайсыз шашылып тұрса, біз әрине ұйықтай алмаймыз. Ал келесі үшіншіден достар, ол бізде төсегіміз ыңғайлы болу керек, сол кезде біз ұйықтай аламыз. Ал төртіншіден ыңғайланып жатып алу керек. Және де бесіншіден ештеңені, мысалы сіздің бір күніңіз жаман өтсе, оны ойдан шығарып тастап, ештеңе ойламайсыз. Және де алтыншысы терең демаласыз. Терең демалғаннан кейін жетіншіден достар, ол терең демалғаныңызды, мысалы терең демалғанда соны ғана ойлайсыз и ары қарай уже 1-2 минуттан кейін ұйықтап қаласыңдар. Ол 100% іске асады, мен өзім істеп көргенмін и мен дальше оны қолданып жүрмін. Сіздерге де совет етемін достар, осы 7 тәсілді істеп жүрсеңдер, күнде ұйықтап, тез ұйықтап қаласыңдар 1-2 минутта. Ал осы видео пайдалы болса достар, менің арнама подписаться етіп, осы кнопканы басып и лайктарымды басып, және де кереметтей комментарийлерді жазыңдар. Ал если колокольчикті бассаңдар, менің видеоларым шықса, сіздерге сразу хабарлама келеді. Мистер Бахадан видео шықты деп. Так что, ал осымен видео аяқталды. Сіздерге видео ұнады дегеніне ойдамын. Ал если видео ұнаса, лайктарын басыңдар. Ал сіздермен болған менің видеода, как всегда, мистер Баха. Бәріне пока-пока, чао.